Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін сендермен 6-шы сыныптың 3-ші тақырыбындағы соңғы жаттығуларды талқылайтын боламыз. Мен мұнда орнына бірінші тапсырманы орнына қойдым. Яғни бірінші тапсырмада кит өте үлкен жануар, теңізде өмір сүреді. Екінші тапсырмада дәл солай бірінші тапсырма орнында қойылып тұр. Тек мұнда басқа әріптері берілген. Мен қалған әріптерін орнына қойдым. Соны ұмытпаймыз. Екінші тапсырмада яғни берілген сөздерді орнына қойып шығыңдар дейді. Бізде бірінші тапсырмада зауыттар өте үлкен не жасайды дейді. Бұл бізде қою үшін, яғни ластайды. Екінші тапсырмада крокодилдер не істейді? Крокодил, конечно, адамға шабуылдайды. Attacked. Үшінші тапсырмада адамдардың негізгі қимыл әрекеттері жануарларға зияны, actions. Төртінші тапсырмада мен орнына қоя салайын, бұның бәрін жазып отырмын. Өте ұзақ уақыт алатын сияқты. Төртінші тапсырмада бұл жол туралы айтылған. Жол бізде орнына жазып керек екен. Жол апаттары көп болады. Do you want to help? Сенің жолбарыстарға, түйерларға көмектескің келе ме дейді. Бесінші тапсырма protect, яғни қорғау. Алтыншы тапсырмада соңғысы мына жерге жаза салайын. Бұл бізде 6. Ұмытпаймыз балалар. 6-шы сұрақтың жауабы үстінде тұр. Түсінікті деп ойлаймын барлығы. Үшінші тапсырмада орын сөздерді рет-ретмен қою керек. Үшінші тапсырманы жазайық. Яғни present continuous, яғни созылмалы нақ осы шақ туралы жазу керекпіз. Оның негізгі формуласын еске түсіреміз. Яғни бастауыш, одан кейін баяндауыш, потом етістіктің 3-ші формасын жазамыз. DVD. Арғарай дәл осылай жалғастыра береміз. Екінші сұрағы, яғни they are not protecting үшінші тапсырмада орындағанда тоже I, міндетті түрде баяндауыш, потом ing жазып қосуды ұмытпаймыз. Төртінші сұрақта аюлар туралы. Баяндауыш және шабуылдайды. In the mountains.
5-ші тапсырмада сұрақтарды полмен жалғастырамыз. Сіздерге мен барлығын жазып отқан жоқпын, негізгілерін ғана жазып отырмын. She is not, she isn't swimming in the алтыншы тапсырмада I hate inserting, яғни мен тығылдым. I am, яғни not жаға отыр. I'm not осымен үшінші тапсырма аяқталды. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Мен мына созылмалы осы шақтың формуласын жазып кетейін. Соған қарап өздеріңіз еске түсіріңіздер. Бірінші міндетті түрде I, потом баяндауыш кетеді. Баяндауыштан кейін етістіктің өткен формасы кетеді. Өткен формасы деп ғой. Етістікке ing жалғауын жалғаймыз. Одан кейін тоқтауыш или баяндауыш кетеді. Осы созылмалы осы шақтың осы формуласын ұмытпаймыз. Бұл сіздерге көмектеседі деп ойлаймын. Төртінші тапсырмада, яғни дұрыс или бұрыс нұсқаны таңдау керек дейді. Яғни қояндар өзіне не жасайды? Олар өзіне, яғни індер қазады. Өзін тамақтандырады. Балапандарын ол тамақтандырады жәндіктермен. Аюдың тамақ ішкісі келді. Ол, яғни қоянды аулайды. Өздеріне жаңа үй салып аттыр жануарлар. Бақа аш, ол өзіне тамақ ішпекші. Осымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздердің лайктарыңыз бен комментарийларыңыз мен үшін өте маңызды.